Қайырлы күн, құрметті Жәнібек ауданының тұрғындары және қонақтары. Бүгінгі алғашқы подкастымыздың тақырыбы өмірден түйгенім ұрпаққа өнеге атты подкастымыздың алғашқы қонағы ауданымыздың ардақты ұстазы, қоғам қайраткері, аяулы ана, аяулы әжеміз Хайрлиева Гүлнар Серікқызы. Біздің орталығымызға қош келдіңіз. Біздің осы подкаст түсіруге сізге қолқа салғанымызда қабыл алып, алтын уақытыңызды бөліп, біздің осы орталығымызға келіп, сұхбат жүргізуге келіскеніңізге мында бір рахмет айтқым келеді. Енді осы сұхбатты жүргізбес бұрын сұрақ арқылы өзіңізге сұрақ жолдағым келеді. Яғни өзіңіздің осы қысқаша өмір жолыңызды айтып өтсеңіз. Рахмет көп. Мынау енді алғашқы подкастымыз деп, алғашқы қонағымыз сізсіңіз деп, қолқа салып өздеріңіздің жүректеріңізге жақын алып, ана деп, әже деп, жалпы енді қоғам белсендісі деп құрметтеп жатқандарыңызға үлкен рахмет деймін. Енді өзімнің өмірімді айтатын болсам, жалпы мен өзімнің ұстанымым, қара төбем тамырым, Жәнібегім тұғырым деп бір жақсы сөзді ілік етіп, үнемі өзімнің жадымда ұстаймын. Ол деген жаңағы себеп Қаратөбеде туып өстім. Туған жерім Қаратөбе, Аққозы ауылы. Енді келін болып түскен жерім тұғырым осы Жәнібек ауылы. Яғни осы Жәнібекке келгенімнің өзіне де 43 жылдың 100 болған екен. Қазір Құдайға шүкір, Жәнібегім бағымды жақты, бақытымды таптым. Балаларымды өсірген өзімнің тамырымды жайған жерім деп мен мақтан етемін. Өте тамаша. Енді біз өзіміздің естуіміз бойынша сіз мұнда бізде Жәнібек ауданында, яғни мұғалім болып еңбек атқарған екенсіз. Сол жайында толығырақ айтсаңыз, не үшін сондай мамандық иесі, не үшін мұғалім болды? Былайша айтқанда ең қиын ғой енді. Балаларға айқайлайсың, анау бар, ананың ата-анасы бар деген сияқты неше түрлі. Сол жағынан да айтып өтсеңіз енді. Рахмет, жақсы. Енді менің мынау еңбек етіп, қазіргі күні зейнетке шыққаныма да 3 жыл болды. Бір мектепте 40 жылға жуық ұстаздық еттім. Яғни осы ауданымыздағы Қара Шаңырақ мектебіміз деп айтамыз, Тайыр Жароков атындағы орта мектепте 40 жылға жуық бастауыш сынып мұғалім болдым. Бұл енді бастауыштың ең қиыны да, қызығы да ұстаз болудың бастауышқа бір дәлелі, яғни сен кішкентай балдарменен жұмыс жасайсың. Мектеп табалдырығын алғаш аттаған балалармен жұмыс жасайсың. Яғни бұл мамандықты таңдауыма да, бұл ұстаздыққа баруыма да менің алғашқы ұстазым қазір өмірде жоқ, бірақ әр уақытта есімнен шығармаймын, Хамия Дәулетқызы деген болды. Сол кісінің бір ұстанымы, ол кісі отырған орны, болмаса сөйлеген сөзі, болмаса жаңағы балаларға деген көзқарасы былай қатал болғанменен жұмсақ иінді болды. Сосын тағылымы тәрбиелі, көптеген жақсы сөздерді, жақсы істерді, білімді біздерге ұштастырып берді деп айтқым келеді. Сол бағытта, яғни ұстаздық мамандығын таңдадым. Яғни ұстаз болып келуіме, ұстаз болып өмір сүруіме, ұстаз болып ұлағатты болуыма сол бастауышта берген ұстазымның бір жақсы себебі болды деп ойлаймын. Енді 40 жылға жуық жаңағы мектепте жұмыс жасадым деп отырмын, бастауышты мұғалім болдым деп отырмын. Яғни 13 сыныпты шығарған екен. Яғни 400-дің үстінде балаға мен білім бердім деймін. Яғни бірінші жылдары келген жылдарымда бірінші сыныптан 3-ші сыныпқа дейін бір 4 жылдай жұмыс жасадық, 4 рет. Содан кейін 4 жылдық болып кетті бастауыш. Яғни білім негізі бастауышта дейді, бастауышын бастамам дейді. Осындай бағытпенен білім берген шәкірттерім қазір жан-жақта әртүрлі салада қызмет атқарып, егеліп алдыңа сәлем бергенде, міне менің ұстаздық бір өзімнің мәртебемнің жоғары көтерілгенін деймін. Қандай Гүлнар Серікқызы жаңа деген бөлек шықтық деп жатырмысыз ғой. Сол жөнінде тарқатып өтсеңіз мысалы. Енді жаңа айттым ғой, 10 баланың екінші перзентіне
тұрмысқа шықтым, яғни үлкен қайынапам болды. Қайынапамнан кейін менің жолдасым, сосын кейін енді балалар бар, қайынлерім бар, қайынсіңлерім бар дегендей, соларға орын беру керек болды. Қазақтың салт дәстүрінде жаңағы міндетті түрде үлкен шаңырақта, ата шаңырақта кенже бала қалу керек қой негізінде. Содан біздерді бүйтіп жылжытып шығару керек болды. Біздер шықпаймыз деп, ата енем шығасыңдар деп, үйді тауып, осы мына қазіргі біздің Құмарқараш көшесі, ең шетте Иманова бір деген согіндегі Иманов бір деген үй болды. Жер үй, соған біздерді шығарды. Яғни шығарғанда алдымызға бұзаулы сиырды, жаңағы еншіге және өздеріңізге көмекші болады деп, сол кезде 7-ші сыныпта оқиды, болады деген қайнымды біргелестіріп шығарды. Қолғабыс болсын деп. Қолғабыс болсын деп. Шынымен де солай жаңағы шықтық. Қиын кездер болған жоқ, себебі жолдасым агроном жұмыс жасады, өзім жаңағы мұғаліммін мектепте. Сонымен жайлап өмірімізді сүріп, сиырды сауып дегендей, ата ененің үйінде саумаған сиырды бөлек шыққанда сауып бастадық. Шыны керек, о күндегі сиырлар мен тіпті әлі есімнен кетпейді, ол сиырдың сондай сүтті екені. Мынау Ресей жерінен алып келген бұзаулай өсірген сиыр еді. Кеште өрістен келгенде бір шелек және үстінде жарты шелегі бар, сонда шелек жарым сүт беретін еді. Соның қаймағы, соның майы, соның айраны, соның құрты біздерге азық болды. Жылма-жылғы соғымымыз ата енемізден, жаңа қазанасы деген болды о күнде, содан кейін соғым болды. Міне соның барлығын біздер ата ененің демеуінің, қолдауының арқасында көріп, ешқандай қиындық көрген жоқпыз. Осындай бағытта жанұя болып ары қарай дамып кеттік. Сөйтіп осында отырған жайыңыз бар. Сөйтіп осында отырған жайымыз бар. Енді сізге тағы бір сұрақ қойып өтсем, зейнетке шыққаннан кейін де сіз осы біздің қоғамдық жұмыстардан қалмай келесіз. Енді бізде Гүлнар апам деген кәдімгідей активный өзіміздің әжеміз, анда да бар, мында да бар, спорттық шарамызда да жүреді, барлық шараларымызда позитивный, барлық күліп, всегда зулап жүреді да, былай барады, мында барады деген сияқты. Көз тимес. Мен жұмыс жасайды, афишалар жасайды, мысалы жастардың білмейтіндерін барлығын жасап жүр. Соған сіз энергияны қайдан аласыз? Біздер енді тез шаршаймыз. Мысалы мен өз басым бір аптаның бір соңғы күндері шаршап, энергиям біте, уже уақыт санайтын кездерім де болады. А сізде бұл энергия бітпейді да, соны қайдан аласыз? Соған сізді не ынталандырады? Соны айтып өтсеңіз, сол энергияны біз де барып алайық. Енді шыны керек, мынау мектепке алғаш жұмысқа келгенде, енді жассың, жан-жағыңа қарайсың, үлкендерден көмек сұрайсың. Болмаса жаңағы сол кездегі ұлағатты ұстаздар болды, солардан қарап, шыны керек, өзіңе барлық күш жігерді аласың, қайратты аласың. Міне сөйтіп жұмыс жасап жүріп, мен өзім мектепте соңғы жылдарда кәсіподақтың төрайым болдым. Енді ол кәсіподақтың төрайым болғанда, сен ғана тек қана кәсіподақтың төрайым болып, қарғазбенен, ақшаменен жұмыс жасамайсың, сен міндетті түрде ұжыммен жұмыс жасайсың. Ұжымның арасында белсенді болу, ұжымды өзіңе тарту, ұжымменен қалыптасып жұмыс жасау, бұл жаңа кәсіподақтың төрағасы болсын, төрайым болсын, соған байланысты. Менің жаңағы жұмысымның басты осы күш алуым, қайрат алуым, жігерленуім осы кәсіподақтың жұмысынан басталды десем, артық айтқандығы емес. Яғни көптеген жақсы шараларды өткізіп мектепте жастарымыз бар, үлкендеріміз бар, әрқайсысымен жаңағы сөйлесу, әрқайсысымен міндетті түрде мерекелік шараларды өткізу мен үшін үлкен бір кәдімгі дағдыға айналып кетті. Ол енді мектептің өмірі болғаннан кейін сыныппенен, класспенен жұмыс жасау, оқушымен, ата-анамен жұмыс жасау бір бөлек, ал үлкен ұжыммен жұмыс жасау басшыдан кейінгі міндет кәсіподақтың жаңағы мүшелерінде, кәсіподақтың жауапкершілігінде болды. Мен жаңа зейнетке шыққаннан кейінде осы өмірді ары қарай жалғастыруыма сол кездегі өзімнің күш жігерім, сол кездегі қайратым көз алдымда кәдімгі киноның лентасындай өтіп жатты ғой. Мен неге осыны пайдаға асырмасқа деп. Өте қиын болды зейнетке шыққаным. Өте қиын болды. Күнде жұмыс істеп үйреніп қалған дейсіз. 90-ды, 1-2 тоқсанды аяқтап, 1-ші класс алып тұрған кезім. Ешқандай жаңағы производственный необходимость дейді ғой. Мысалы, ешқандай жаңағы сізге біздің тәуелділігіміз жоқ, кейінгі жастарға орын беруіңіз керек деді. Сол уақытта
жаңағы расымен де беруіміз керек орын деп. Бірақ ол кісі де сағатсыз жүрген жоқ еді. Орын беруге тура келді. Қаңтардың 1-нен бастап жұмыстан қалдым. 4-не дейін ол демалыс уақыты, ол демалдық. 5-нен бастап, шынымды айтайын, ана іле отырған шкафтағы киімге барамда кері қайтам. Енді 40 жылғы неден кейін енді қалай? Содан 10 күндей солай жүргем. Қызым жаңа қарайды екен менің көзіме. Анау көздің ар жағында бір нәрсе болып тұр ғой. Тұман бар ма, жас бар ма, мөлдір бар ма, соны байқаған болып тұр ғой. 10-ші күні келгенде айтты: "Мама, осы сен менімен бірге отырып тамақ жемейсің ғой" деді. Мен айтам, жеп отырмын ғой. Қасық салғаныңды көрем, ал қасықты аузыңа барғаныңды байқамаймын. Саған не болды деп. Содан деген көз кетті ағып. Қыз бірге жылады. Шықты да жұмысына кетті. Кеште келгесін столды бір соқты. "Мама" деді, "алдыңнан талай адамдар өтті, сыйлысың, қадірлісің, Құдайға шүкірсің. Осы зейнетке жете алмай кеткен адамдар қанша? Сенің өзіңнің қасында жүрген құрбың Зәуреш апа жетті ме зейнетке? Жеткен жоқ қой. 1 жыл қалғанда ауырды, 1 жыл аурумен алысты, келесі жылы келді, сол жаңағы 1 жылғы жұмысын кері жасап зейнетке шықты. Құдайға шүкір, қол аяғың бүтін, әлі де сенің деген қабілетің бар, қандай жұмыс істеймін десең де" деді ғой. Содан жақсы. Сол күні кеште жаңағын айтты да, ертеңгіні Ақжайыққа путевка. 31 қаңтардан бастап 2 жұмаға путевка алып кетті. Демаласың деді. Содан 31 қаңтардан Ақжайыққа Нұрбергенге демалуға барып, сол кеткеннен өзіме күш жинап келдім бе, өзімді көтеріп келдім бе. Келдім де Зәмзагүл Мұзафарқызы шақырды. Мәдениет үйіндегі биші хореограф Гүлнәр Серікқызы әжелер ансамблін жандандыруымыз керек. Осы әжелер ансамблін көтеруіміз керек деп. Содан басталып, ары қарай жаңағы өмірімнің жаңа белесі, жаңа парағы, жаңа өмірі басталғандай кеттім. Содан ардагерлер үйіне бардым. Ардагерлер үйіне барсақ, жаңағы Амангелді ағай бар, Ерсайын ағай бар, Бекет ағай бар, Қабаш ағай бар. "Қош келдің" де, "Қош келдің. Міне біздерге сіздер жетіспейсіңіз" деп қабылдап қарсылады. Енді Гүлнәр Серікқызы отбасы құндылығы жөнінде тоқтала кететін болсақ, мысалы бір мезетте аяулы ана болу, жар болу, жаңағы 40 жылға жуық ұстаз болу деген қазіргі жастарға осыны қалай айтар едіңіз? Барлығына бір адам болып қалай үлгердіңіз? Сол жөнінде бір сыр шешіп жіберсеңіз. Енді алғаш жаңағы айттым ғой, 83 жылы осы Жәнібекке келін болып түскенде мен көп балалы отбасына келдім. Яғни енем алтын алқалы ана болды. Яғни 13 бала өмірге әкелген, бірақ 10 баланы тәрбиелеп өсірген, 3 бала кішкентайында шетінеп кеткен. Міне сол 10 баланың мен үлкені қыз болды, қайнапам болды, одан кейінгі ол менің азаматым болды. Өте қиын болды, себебі деген ол үлкен көп әңгіме. Қиындығы сол, мен өзім 6 баланың үлкені болғанменен шаңырағымда мен ата әженің қолында өстім. Нағашы ата мен нағашы әженің қолында өстім. Еркелеп өстім. Өзімнің жаңағы дегенімді істетіп өстім. Бірақ мен де жаңағы ата әженің тәрбиесін алған сондай шаруаға бейім болып өстім. Бірақ енем марқұм сиыр саудыртқан жоқ. Келін болып түскенімнен бастап сиырға жақындатқан жоқ. Басқа шаруаны ұқсатсаң да жарайды деп сөйдеді. Енді шыны керек, жаңағы 10 баланың кір-қоңы, тамағы дегендер болды. Қиналған кезімде болды. Яғни 10 адам енемнің мамасы болды, атам болды да, сонда деген солардың бәрінің бабын тауып, жаңағы тамағын істеудің өзі мен үшін бір қызық оқиға болды. Бір күні мынандай жағдай болды. Өгінде самаурын саламыз, шоқ самаурын. Қазанға ас пісіреміз, шыны керек. Бақша деген жайнап тұр. Неше түрлі жаңа жеміс-жидектердің бәрі бақшада болды.
алма керек пе, алмұрт керек пе, шие керек пе, өрік керек пе? Банан керек. Жоқ, банан жоқ енді. Сондықтан енді осындай шаруалардың бәрін ұқсату керек болды. Бір күні тамақ пісіру керек болды ғой. Соны жаңағы тамақ пісіргенде рашки пісірдім. Көп балалы отбасында жаңағы рашки дейміз ғой, макарон ғой. Соған деген байқамаған болып тұрмын ғой енді. Деген ананың өсетінін де білмедім бе енді. Көп салып қойған болып тұрмын ғой. Анаған қасық тек тікесінен тұрады. Былай алынбайды. Көп салып қойған. Сондай көп салып қойған, манау деген бөккенде деген нән кастрюль болып. Жаңа саған деп айтады екен, мен сағанды да түсінбедім. Саған деген кастрюль екен. Саған деп айтқан екен. Саған деген бірінші рет естіп тұрмын мен де. Саған деген екінші рет естідім. Кастрюль екен. Анау сағанға деген қасық шаншылып қалды ғой деді. Атам марқұм әлгіні деген жаңағы қандай тәтті, қандай керемет деп, қандай дәмді деп жегені әлі есімнен қалмайды. Сонда жаңағы отбасы құндылығы деп ойлаймын. Сол кезде жаңағы ренжімей, болмаса қабақ шытпай, сенің пісірген тамағыңды тәтті дәмді деп қабылдағаны міне менің жүрегіме ұялады. Өте керемет. Мықты жауап бердіңіз. Сонда ата-енеңізбен бірге тұрған болып тұрсыздар ғой да? Жыл жарымдай бірге тұрдық та, келесі жыл дүниеге қыз келгеннен кейін бөліп шығаратын болды ғой. Енді бөліп шығарғанда да ол бір үлкен тарих болды. Сіз айттыңыз бөлек шығайықшы. Жоқ, мен айтқан жоқпын. Біздер бөлек шығамыз деген ойымызда жоқ. Жаңағы баланың үлкені болғасын, кейінгілерге жол бересіңдер, кейінгілерде жаңағы сендерден кейін үйленетіні бар, үй болатыны бар деген сияқты сіздерді бөлек шығарамыз, үлкен отау өтіп деп, жаңағы осы Жәнібектің ішін үй іздедік қой. Үй іздегенде Жәнібектің ішіндегі үйлер деген керемет жағдай бар, бірақ деген жаңағы енді құйтайда болса ақшаның жетіспеушілігі болар деп ойлаймын. Мал болғанменен жер үйге бардық біздер. Жер үйде тұрдық. Өте тамаша, сырты жұмыртқадай. Мына қазір оның орны бар да, өзі жоқ. Мына мансап орталығы бар ғой, соның бер жағында мына ылдида үй болды ана жерде. Қарашықтардың үйі болды. Бақтыгерей ағайдың үйі болды да, соның алдында жер үй болды. Содан келіп сол жер үйге тұрдық, шықтық. Бірақ жаңағы жолдасымда мен де шыққымыз келген жоқ үйден. Алдымызға малымызды, яғни бұзаулы сиырымызды еншіге қайнымды берді. Малмен бірге қайнымды берді. Болады деген жет оқитын баланы бірге ілестірді. Себебі ертеңгі күні балаларыңызды бағуға көмектеседі, сен шаруаға шыққанда деген сияқты. Ол да жақсы. Сонда бірінші рет бұзаулы сиыр менен, еншіге жаңа қайным менен сөйтіп бөлініп шықтық. Біздер шықпаймыз дедік, шықпаймызға көнген жоқ, апарып жаңағы үйге қонысқа біздерді қондырды. Менен ең бірінші рет бұзаулы сиырды ұстап, сол жерден бастап өзіміздің бақшамыз, өзіміздің кішкентай жаңағы жерімізге еккен егініміз, себебі жолдасым агроном болды. Мұнда тағы да сізге қояр сұрағым бар. Біздің қуаныш пен қиындықтың қайсысы адамды көбірек тәрбиелейді деп ойлайсыз? Мынау енді қуаныш пенен қайғы өмір болғаннан кейін екеуі тең жүреді. Ол жанұя болғаннан кейін, отбасы болғаннан кейін қуанышың да болады, қайғың да болады. Бірақ адамды тез есейтетін қиындық, қайғы. Адамды еңсесін басатында қайғы, жамандық. Енді қуаныш ол әр уақытта жоспарлы түрде келіп жатады. Өмірге сәби келсе де, ол сенің өзіңнің жаңа Алла берді дейміз ғой, дегенмен де өзіңнің өміріңнің жалғасы келіп жатады. Той болса да, ол жоспарлы түрде болып жатады. Мейлі қандай жағдай қуаныш болса да, ол міндетті түрде жоспарлы болып жатады. Ал қайғы адамның басына айтпай келеді, тосыннан келеді, күтпеген жерден келеді. Сонда адамды есейтетін де, адамды өмірге құлшындыратын да, адамды адам ететін де осы мен ойлаймын адамның басына түскен қиындық деп. Мынау үлкендер аталарымыз айтады ғой, соғыс көрдік, соғыстың отын көрдік, соғыстың аштығын көрдік, соғыстың азабын көрдік дейді. Мен енді соғыс көрген жоқпын, дегенмен де мынау 90-шы, 92-ші жылдар, 95-ші, 96-шы, 97-ші жылдар, 2000-ші жылдар өте бір қиын кезеңдер болды. Өте бір қиын кезеңдер. Яғни
жалақы бермейтін, болмаса жаңағы дүкендердегі алатын нәрсеңге қолың жетпей ақшаң жоқ болып, сондай жүрген кездер болды. Мен өзімнің басымнан өткен бір ғана мынандай бір жағдайды айтқым келеді. Оны аштықта жеген құйқаңның дәмін тоқтығында ұмытпа деген бір өте әдемі сөз бар. Сонда мен көршінің үйінде о күнде деген Астрахань пойызы бар, Москва Астрахань пойызы, соған жаңағы қой өткізеді. Сонда түнгі сағат 12-ден бастап қой сойылады, 3-ке дейін, 4-ке дейін, таңғы 5-те пойыз бар. Сонда қойларды сояды да, шек-қарындары қалу керек қой. Мен кеште табағымды, күленкімді, шелегімді апарып тастаймын. Мына шек-қарындарды күбірге, жерге, қоқысқа тастамаңызшы. Мынаның ішінде тұрсын, таңертең сиырды сауып болам да, шауып келіп, шек-қарындарды алып кетем деп. Сабаққа кеткенге дейінгісі бар, түстен кейінгі оқитын кезегім болды. Сол уақыттарда жаңағы сиырды айдап тастаймын да, жаңағы көршінің үйінен табақ, шелек шек-қарындарды алып келіп, соны аршып, тазартып, әп-әдемі қылып, жаңағы қуырдағына қуырдақша, о күнде деген мантында шек-қарыннан пісіреміз біздер. Соның барлығын оттап, мен тоңазытқышқа салып қатырып, балдарға тамақ етіп берген кездерімді мен еш уақытта ұмытпаймын, и соны айтамын отырамын. Нағыз деликатес қой негізі деген шек-қарын. Сондай еңбекпенен жаңағы алға қарай ұмтылған уақытым менің қиындықты көргенім деп айтпай-ақ қояйын, бірақ сондай жағдайды мен басымнан өткіздім. О күнде жаңағы жолдасым ауырып жүрді, сондықтан жаңағы жұмыстан қалды, жеді, мантын да жеді, пирожкиін де жеді, бәрін де жеді. Бір бөлмеге тығылып отырған кезімізде болды, отын жоқ болды. Ол кездерде де мына вагоннан барып жаңағы отын түсіп жатса, көмір түсіп жатса, оны да барып сұрап алып, былай да жаңағы кей уақыттарда айтамыз ғой, енді қиын болып тұр, біздерге бір-екі мешок осындай көмір керек еді дегенде, бір-екі қабын салып беріп жүрген азаматтарды да мен ұмытпаймын. Көмектескен осындай жағдайларды, қиындықтың кезінде, қиын болған уақыттарда осындай жағдайларды басымнан өткізгенімді, көмектескен азаматтарды да, осындағы үлкен адамдарды да мен білемін. Сондықтан да бұл еңбектің наны тәтті дейді ғой, қиындықпен келген әрбір саған еңбек, әрбір адал ас, үстіңе киетін киім, бұл сенің маңдай теріңмен келген деп мен балаларыма солай түсіндіріп өсірдім. Керемет жауап. Әдемі сұраққа керемет жауап. Енді Гүлнар Серікқызы, енді қазіргі жастарға айтатын 3 кеңесіңіз өмірлік ұстанымыңыздан. Нақты кеңестеріңіз болса, осы. Ең бірінші, бұл адамның қанша байлығы болса да сатып алмайтын денсаулық болсын деймін жастарда. Содан кейін адал еңбек болсын деймін. Сосын өзінің еліне деген, өзінің жеріне деген, туған мекеніне деген сүйіспеншілік болсын, яғни отансүйгіштік болсын деймін. Керемет жауап. Керемет жауап бердіңіз. Енді бізде мында қысқаша бір ойынымыз болсын. Мен сізге мында өзім блиц-опрос дайындап келген болатынбыз. Яғни мен сізге сұрақ қоямын, сіз оны тек бір сөзбен ғана жауап беру керексіз. Мысалға, бақыт деген не? Бір сөзбен. Бақыт деген денсаулық. Ұстаз дегеніміз. Ұстаз деген ол өмірлік ұстанымы, шәкіртке ұстаз болу. Жақсы. Ана дегеніміз? Ана дегеніміз ол өмірге сәбиін әкелген, құшағына сәбиін басқан. Жақсы. Отбасы дегеніміз бір сөзбен айтқанда? Бір сөзбен айтқанда, өзінің отаны, өзінің кішкентай мемлекеті. Өзіңіздің бір мақтан тұтатын жетістігіңізді айтыңызшы. Бір жетістігіңіз. Менің жетістігім адал еңбегім. Әлі орындалмай қалған арманыңыз. Адамда арман көп қой. Сол арманның бірі Геленваген дейді. Иә. Арманым ел тыныш болсын деймін. Мәнде керемет. Енді тағы да бір нақты сөзбен жауап берсеңіз, сіз үшін жастар жұмыс жөніндегі ресурстық орталығы дегеніміз ол мынау ұрпақтар сабақтастығы үлкендермен байланысты. Ол бақыт деймін. Ол
адал еңбек деймін. Ол шындықты айту деймін. бекзат. Салауатты өмір сүр деймін. Мөлдір өсе бер деймін. керемет. Салауатты өмір сүр. Жақсы, рахмет көп. Өте керемет жауап бердіңіз. Енді мында арманыңыз жөнінде кішкене тоқталып қалдыңыз, өзіңізде ойланып қалдыңыз. Сол бір кішкене айтып жіберсеңіз, бар сияқты бір айтатын бір кішкене. Арман көп, өкінбеймін. Мен егерде сол дәрежеге жеткенде, мен бүгін бір басқаша тұғырда отырар едім деймін. Ол Гүлнар Серікқызы бүгінгі сұхбатымызға келісіп, өзіңіздің тәжірибеңізбен бөлісіп, өмірлік ұстанымдарыңызды жастарға бағыт-бағдар беріп, өзіңіздің ой еліктеріңізбен бөліскеніңізге алғысымызды айтқым келеді. Деніңізге саулық, отбасыңызға амандық тілегім келеді. Осылай позитивная болып, біздің осы қоғамда ауданымыздың белсенді аналары болып, біздің ақылшы ұстазымыз болып, ортамызда осылай жарқырап, жайнап жүре беріңіз деп айтқым келеді. Енді осы аудан жастарына, осы отырған жастарымызға бір өзіңіздің аналық бір ақ батаңызды берсеңіз деген ниет. Осы батамызды дәл ана тұрған біздің камера тұр ғой, айны қараңыз, үлкен объективпен сол жерге беріп жіберсеңіз, камераға қарап тұрып берсеңіз, сол батамызды керемет болады дейсіз. Енді жалпы батаны әртүрлі мақсатта беріп жатады, әртүрлі бағытта беріп жатады. Сондықтан да енді сіздердің мынау жастар ресурстық орталығына келіп отырғаннан кейін жастарға деген тілегіміз, жалпы ұрпаққа деген тілегіміз қандай? Ананың ақ тілегі, атаның ақ батасы әр уақытта да қолдап жүру керек қой. Сондықтан да енді өзімнің бар ниетімменен аналық ақ тілегім болсын, аналық ақ ниетім болсын, батам болсын, айтайын. Ал ұлдардың жайында. Сұрасаң бата берейін, үстем болсын мерейін, ықыласпен қол жайсаң, ақ тілекті төгейін. Дендеріңіз сау болсын, өмірлеріңіз бақытты болсын, ғұмырлы болсын. Жасап жатқан еңбектеріңіз табысты болсын, жемісті болсын. Әр уақытта отбасы ошақ қасында татулық болсын, бірлік болсын. Еліміз тыныш, жұртымыз аман болсын, бауырымыз бүтін болсын. Өсіріп отырған ұрпағымыз салауатты да, саламатты да, сауатты да, сауапты да ұрпақ болсын дейді. Мен айтқаныңыз келсін, батаңыз қабыл болсын. Рахмет. Осымен құрметті аудан жастары, бүгінгі сыр сұхбатымызды аяқтаймыз. Сізге осы уақытыңызды бөліп, бізге арнайы келгеніңізге 40 градус ыстығында. Иә, бүгін өте ерекше. Күн жанып тұр деп кетті. Ерекше ыстық сырт деген. Соған қарамастан уақытыңызды бөліп келгеніңізге өте үлкен рахмет айтқымыз келеді. Аман жүріңіз, аман болыңыз. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар, сау болыңыздар, сау болыңыздар. Қолмен пока.